Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 65-ші сабақ. Бұрыштар, көп бұрыштар тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Практикалық жұмыс. Асы. Бір пара қағазды суреттегідей 2 рет бүкте. Осылай бүктеу арқылы тік бұрыштың моделін жасадың. Неше тік бұрыш шықты дейді. Балалар, мына суреттегідей парақты 1 рет және 2 рет бүктегенде бізде мынадай 4 тік 4 бұрыш шығады. Ал енді осы тік 4 бұрыштардың тік бұрыштарын санайтын боламыз. Яғни әрбір тік 4 бұрыштан 4 тік бұрыш шығады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Демек, жауабы бізде 16 тік бұрыш шықты. Ал енді әсіне қараймыз. Беттестіру арқылы тік бұрыштар мен тік емес бұрыштарды салыстыр дейді. Балалар, бізде сары түспен тік бұрыш берілген. Ал енді оны жасыл және көк түсті бұрыштармен беттестіру арқылы салыстырайық. Сары түспен жасыл түсті салыстыратын болсақ, сары түсті бұрыш, яғни тік бұрышымыз жасыл түсті бұрыштан үлкен болып тұр. Келесі көк түсті бұрышпен салыстыратын болсақ, яғни біздің тік бұрышымыз көк түсті бұрыштан кіші болып тұр. Ал енді ереже. Тік, сүйір және доғал бұрыштар болады. Сүйір бұрыш тік бұрыштан кіші, доғал бұрыш тік бұрыштан үлкен деп тұр. Демек, бізде жасыл бұрыш бұл сүйір бұрыш болып тұр. Ол тік бұрыштан кіші бұрыш. Ал көк бұрышымыз бізде доғал бұрыш екен. Өйткені ол тік бұрыштан үлкен болып тұр. Ал енді екінші тапсырмаға қараймыз. Бұрыштарды салыстыр, не байқадың дейді. Балалар, бірінші бұрыш берілген бізде бұл тік бұрыш. Екінші бұрыш бұл бізде сүйір бұрыш, себебі ол тік бұрыштан кіші болып тұр. Келесі үшінші бұрыш бұл бізде доғал бұрыш. Өйткені ол тік бұрыштан үлкен болып тұр екен. Балалар, тік бұрыш дегеніміз бұл 90 градусқа тең бұрыш. Демек, сүйір бұрыш ол 90 градустан кіші бұрыш, ал доғал бұрыш дегеніміз 90 градустан үлкен бұрыш екен. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Суретте көрсетілген бұрыштарды сыз. Суретте бізде 4 түрлі бұрыш берілген. Және бұлар қандай бұрыштар? Оларды ата дейді. Балалар, берілген бұрыштарды дәптерімізге сызып аламыз. Бірінші бұрыш бізде тік бұрыш. Ол 90 градусқа тең. Келесі бізде сүйір бұрыш, ол 90 градустан кіші бұрыш. Үшіншісі тік бұрыш, 90 градусқа тең бұрыш. Төртіншісі доғал бұрыш. Бұл өйткені 90 градустан үлкен болып тұр екен. Осылай жазып қоямыз. Келесі төртінші тапсырма. Төбелері, бұрыштары және қабырғалары бар фигураларды ата. Өзің атаған фигуралардың неше төбесі бар, неше бұрышы бар, неше қабырғасы бар екенін сұрап тұр. Балалар, біздегі төбесі, бұрышы және қабырғасы бар фигуралар бұлар 3 бұрыш, шаршы және бұрыш екен. Ал енді осы бұрыштардың қанша төбесі, бұрышы, қабырғасы бар екенін анықтайық. 3 бұрыш бұл 3 төбесі, 3 бұрышы, 3 қабырғасы бар. Шаршы 4 төбесі, 4 бұрышы, 4 қабырғасы бар. Ал бізде берілген ол сүйір бұрыш. Сүйір бұрыштың 1 төбесі, 1 бұрышы және 2 қабырғасы бар екен. Келесі 5-ші тапсырмаға қараймыз. Фигураларды ата және бұлар көп бұрыштар екен. Осы бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады дейді. Ал енді осы берілген барлық фигуралардың атын атап шығайық. Бірінші бізде 3 бұрыш, екінші 4 бұрыш, үшінші 5 бұрыш, төртінші 6 бұрыш, бесінші тік 4 бұрыш, алтыншы шаршы берілген екен. Ал енді осы берілген фигураларды біз 3 топқа топтастырсақ болады. Бірінші топ 3 бұрыш,
екінші топ төрт бұрыштар, үшінші топ көп бұрыштар деп. Келесі 6-шы тапсырмаға қараймыз. Есепті шығар. Марат шанамен 45 минут, ал Асыл 37 минут сырғанады. Марат Асылға қарағанда шанамен неше минут ұзақ сырғанады деп тұр. Балалар, бірінші берілген жазып аламыз. Марат 45 минут, Асыл 37 минут. Мараттың Асылдан қанша минут ұзақ сырғанағанын анықтауымыз керек. Шешуі, ол үшін 45 минуттан 37 минутты азайтамыз. Тең 8 минут. Жауабы, Марат Асылға қарағанда 8 минут ұзақ сырғанады. 7-ші тапсырма, теңдеулерді шеш. 19 қосу x тең 34, 64 азайту a тең 31 теңдеулерін шешіп көрейік. Мұндағы x балалар белгісіз сан, оны анықтау үшін 34-тен 19-ды азайтамыз. X тең 15-ке. Ал енді x-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 19 қосу 15 тең 34, 34 тең 34. Келесі, мұндағы 64 азайту a тең 31. A белгісіз, оны анықтау үшін 64-тен 31-ді азайтамыз. A тең 33-ке. Ал енді A-ны орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 64 азайту 33 тең 31, 31 тең 31 шығады екен. Келесі, 8-ші тапсырма қараймыз. Әрбір фигураның неше төбесі, неше қабырғасы, неше бұрышы бар. Балалар, бізде 3 бұрыш және 4 бұрыш берілген. Олардың неше төбесі, неше қабырғасы және неше бұрышы бар екен анықтауымыз керек. Және дәптерге бір доғал бұрышы бар, 3 бұрыш және 2 доғал бұрышы бар, 4 бұрыш сызуымыз керек екен. Дәптерге сызып аламыз. Бірінші берілген бізде 3 бұрыш, 3 бұрыштың 3 төбесі. Мыналар бізде төбелері болып саналады, балалар. Демек, 3 төбесі, 3 қабырғасы және 3 бұрышы бар. Келесі 4 бұрыш. 4 бұрыштың балалар байқасаңдар, 4 төбесі болады, 4 қабырғасы болады және 4 бізде бұрышы бар екен. Ал енді дәптерімізге бір доғал бұрышы бар, 3 бұрыш пен 2 доғал бұрышы бар, 4 бұрыш сызуымыз керек екен. Балалар, мынау бізде 3 бұрыш, оның бір доғал бұрышы бар. Мына 2 бұрыш бізде сүйір бұрыш, байқасаңдар, ол 90 градустан кіші. Демек, ол сүйір бұрыш болады, ал бір бұрышы доғал бұрыш. Келесі 4 бұрышқа қараймыз. 4 бұрыштың да мына 2 белгіленіп тұрған бұрышы доғал бұрыш, ал төмендегі 2 бұрышы бұл бізде сүйір бұрыш екен. Себебі бұл 90 градустан кіші бұрыш болып тұр, ал доғал бұрыш дегеніміз ол 90 градустан, яғни тік бұрыштан үлкен бұрыш екен. Сендер де осылай бір доғал бұрышы бар және бір доғал бұрышы бар, 3 бұрыш және 2 доғал бұрышы бар, 4 бұрышты осылай салсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.